Сәлем, сіз украиналық мекемелердің бухгалтерлік есеп жүйесінің постер арнасындасыз. Роман байланыста және бұл бейнеде біз кассадағы брондау құралымен қалай жұмыс істеу керектігін және әкімші тақтасындағы брондау статистикасын қалай қарау керектігін анықтаймыз. Брондалған үстелмен қонақтарыңыз сүйікті мекемеңізге кіруге кепілдік беруге қуанышты болады. Және сіз бос емес залдарды жақсырақ бақылап, талдай аласыз. Брондау Pro тарифі бойынша қолжетімді. Егер сіз өзіңіз үшін басқа тарифті таңдасаңыз, оны жетілдірілгенге ауыстырып, брондау мүмкіндігін тексеру үшін постер менеджеріне хабарласыңыз. Кассада брондау үстелдерімен жұмыс істеу үшін қосымша параметрлер қажет емес. Дегенмен, мен сізге алдымен зал жоспарын дұрыс орнатқаныңызға көз жеткізуге кеңес беремін. Біз бұл параметр туралы кассамен жұмыс істеу туралы бейнеде толығырақ айттық. Сіз оған әрқашан сипаттамадағы сілтеме арқылы орала аласыз. Брондаудың бірнеше жолы бар. Жоғарғы оң жақтағы 3 жолақты басып, жаңа брондауды таңдаңыз. Немесе қонақтар белгілі бір үстелге отырғысы келсе, оны басып, қонақтар санының орнына жаңа брондауды таңдаңыз. Пайда болған терезеде күн мен уақытты, қонақтар санын және брондау ұзақтығын таңдаңыз. Мысалы, 3 сағатқа қонақтың аты жөні мен телефон нөмірін көрсетіңіз. Егер сіздің қонағыңыз топ өрісінде бірінші рет болса, жеңілдік немесе бонустық тұтынушылар топтарының бірін таңдаңыз. Егер мұндай телефон нөмірі бар, клиент сіздің базаңызға әлдеқашан қосылған болса, топ автоматты түрде тартылады. Біз адалдық бағдарламасының бейнелерінде тұтынушылармен қалай жұмыс істеу керектігін егжей-тегжейлі қарастырдық. Сілтеме түсініктеме жолағындағы сипаттамада қонақтардың тілектерін немесе брондау туралы білу маңызды кез келген нәрсені жазыңыз. Мысалы, биік орындық немесе гүл вазасы қажет. Қонақтар келгенде брондалған үстелді, тиісті брондауды таңдап, қонақ келді түймесін басыңыз. Клиенттің картасы автоматты түрде ашық тапсырысқа байланады және жеңілдіктер немесе бонустар қолданылады. Сонымен қатар, егер қонақта депозит болса, олар тапсырыс үшін төлей алады. Брондау күнтізбесінде брондауларды қараңыз және өңдеңіз немесе бас тартыңыз. Ол үшін кассада жоғарғы оң жақтағы 3 жолақты басып, брондауды таңдаңыз. Кесте қойындысында бүгінгі бос және брондалған үстелдердің сағаттық кестесін қараңыз. Ашық, көк түс үстелдің брондалған уақыт аралығын көрсетеді. Сондай-ақ, брондаудың басталу уақыты, клиенттің аты, жөні және қонақтар саны көрсетіледі. Сары интервалдар ашық чектері бар кестелерге сәйкес келеді. Залды дайындап, келесі күні брондалған үстелдерді тексеру үшін бүгін жанындағы оң жақ көрсеткіні басыңыз. Тізім қойындысында барлық брондалған үстелдердің кестесін, қонақтардың байланыстары мен тілектерін қараңыз. Бірінші брондаудан кейін панель әкімшісінде жаңа брондау статистикасы беті пайда болады. Оны бақылау және талдау үшін пайдаланыңыз. Брондауларды орындар, залдар, үстелдер, тұтынушылардың аты жөні, телефон нөмірлері және тізім бойынша көру үшін сүзгілерді жасаңыз. Брондау тізімінде қандай ақпаратты көрсету керектігін таңдау үшін бағандардың жоғарғы оң жағындағы түймесін басыңыз. Деректерді кестелер бойынша сұрыптау үшін, мысалы, сәйкес бағанның атын басыңыз. Постерден брондау арқылы сіз барлық брондауларды оңай визуализациялай аласыз, залдың толуын бақылай аласыз және әр үстелден түсетін пайданы жақсарта аласыз. Қарағаныңызға рахмет. Егер бұл видео пайдалы болса, бізге лайк қойыңыз. Егер сіз өзіңіздің мекемеңізде брондау жасаумен айналысатын болсаңыз, түсініктеме жазыңыз. Күндеріңіз сәтті өтсін және залға толық отырыңыз.